Менің аты жөнім Жарас Нұрбаев. Осы мен Қаржанбасқа 89 жылы кіргенмін. Негізінде Союз терминетті уақытында темір жолдың сол жұмыс жасаймын. Қазір енді көбіне жасайтынымыз осы мұнай өндірісіндегі ұңғымалардың детальдары ғой. Крестің жұмыстары бар, СПС-тің жұмыстары бар. 100 түрлі, тіпті 1000 түрлі жұмыс келсе де көбіміз соның бәрін жасаймыз енді. Темір жолдың жұмысы енді қиын деп те айтуға болады, оңай деп айта алмайсың енді. Шыдамдылық керек, есепке жүйрік болу керек. Бұларды шектеумен жұмыс жасаймыз. Бір плансын жасау үшін бір күн уақыт кетеді. Кішігірім тұрбаға резіп шығару үшін бұл жарты сағат кетеді. Остановкалар келіп жатыр жаңадан. Соған бейімделуіміз керек. Ең бірінші байлық денсаулық дейді. Сол денсаулық болу үшін осы берген құрал саймандарды ұқыпты ұстап, барлық қауіпсіз шараларды сақтауымыз керек. Жалпы енді еңбек адам елдің тірегі ғой енді. Ел үшін еңбек етеміз. Осы жұмыс жасағаныма, осы мекемеде жүргеніме көңілім толады енді.